Индира 24 жаста еді. Университетті жақында ғана тәмамдап, дипломын қолына алған. Бірнеше ай бұрын өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасып, енді ғана аяққа тұрып келе жатқан кезі. Өзіне ұнайтын жұмысы бар. Ата-анасы қызының болашағынан үлкен үміт күтетін. Индираның мінезі ерекше болатын. Көпшілікке ашыла бермейтін, бірақ жақын араласқан адаммен сағаттап сөйлесе алатын. Бала кезінен ағылшын тіліне қызығып, университетте жүргенде оны жақсы меңгеріп алған еді. Ол 24 жасқа келгенше шетелге бір рет те жалғыз барып көрмеген. Сондықтан биылғы демалысын ерекше өткізгісі келді. Бірнеше күн ойланып, Түркияға баруды шешті. Ал Түркияның ішінде Бодрумды таңдады. Бодрум туралы әлеуметтік желіден талай рет көрген. Ақ үйлер, көгілдір теңіз, жағалаудағы шағын кафелер, яхталар, күннің қызғылт сәулесі түсіп тұрған кешкі көріністер. Индира ұшақтан түскен сәтте-ақ телефонын шығарып, айналасын суретке түсіре бастады. Қонақ үйге келген соң бөлмесіне орналасты. Терезені ашып қалғанда алыстан теңіздің иісі сезілді. Ол біраз уақыт үнсіз тұрып қалды. Осында жерге келуді қанша уақыт армандадым деді, өзіне жай ғана. Сол күні кешке киімін ауыстырып жағалауға шықты. Күн батып бара жатқан. Теңіз бетінде майда толқындар ғана қозғалып тұр. Индира жағалаумен жай жүріп келе жатты. Телефонын қолына ұстап, кейде теңізді суретке түсіріп қояды. Сол кезде оның алдынан бір ер адам шықты. 30-дарға таяған, түрінен араб екені байқалатын, бойы ұзын, қара шашты жігіт еді. Ол Индираға қарап, ағылшын тілінде "Excuse me, do you know where I can find a good restaurant around here?" деді. Индира тоқтап, "There are several restaurants near the hotel. If you walk straight and turn left, you will find a few of them." Жігіт жымиып, "Thank you. Are you staying at this hotel?" Индира қонақ үйге қарап, "Yes, me too." Индира да жымиып қойды. "Then I guess we are neighbors." Жігіт күліп жіберді. "Maybe." Ол өзін таныстырды. "My name is Abdullah." "Индира." "Nice to meet you, Индира." "Nice to meet you too." Екеуі сол жерде көп сөйлескен жоқ. Индира қонақ үйге қарай кетіп қалды. Бірақ бөлмесіне кіргеннен кейін әлгі жігіт есіне түсе берді. Абдулла. Ол өзі де түсінбестен жымиып қойды. Келесі күні таңертең Индира ерте оянды. Терезеден күн сәулесі түсіп тұр екен. Ол теңізге барып таңғы ас ішуді ойлады. Жағалаудағы кафелердің біріне кіріп, кофе алып, теңізге қарап отырды. Бір кезде артынан таныс дауыс естілді. "Good morning, Индира." Индира бұрылып қарады. Абдулла. "Good morning. Can I join you?" "Sure." Абдулла оның қарсысына отырды. Сол күнгі әңгімелері кешегіге қарағанда әлде қайда ұзақ болды. Индира оның қай елден екенін сұрады, қай жерде тұратынын, Бодрумға не үшін келгенін білді. Абдулла да Индира туралы көп нәрсе сұрады. Қазақстаннан келгенін естігенде таң қалды. "I've never been to Kazakhstan. You should go. Would you show me your country?" Индира күліп, "Maybe. Maybe. If you ever come, then I will." Осылайша екеуінің әңгімесі жалғаса берді. Сол күннен бастап олар жиі кездесетін болды. Кейде таңертең бірге кофе ішетін, кейде кешке жағалаумен ұзақ жүретін, кейде қонақ үйдің жанындағы кафеде отырып, бірнеше сағат бойы сөйлесетін. Екеуінің ортақ тілі ағылшын тілі еді. Индира ағылшынша еркін сөйлейтіндіктен, Абдулламен әңгімелесу оған ерекше ұнайтын. Екеуі бір-біріне аудармашы іздемей-ақ, ішіндегі ойын еркін жеткізе алатын. Бір күні Абдулла Индирадан "What do you want from life?" деп сұрады. Индира біраз ойланып қалды. "I want a peaceful life, a family, a good job. I want to travel. I want to see the world." Абдулла үнсіз тыңдап отырды. "And love?" Индира оған қарап қалды. "Love too. What kind of man do you want?" Индира күліп, "Why are you asking?" "Just curious. I want someone who doesn't lie to me." Абдулла сол сәтте көзін төмен түсірді. Индира оған мән берген жоқ. Ол кезде бұл сөздердің бірнеше жылдан кейін өзінің өміріндегі ең ауыр шындыққа айналатынын білмейтін. Бодрумдағы күндер тез өтіп жатты. Индираның демалысы аяқталуға жақындады. Бірақ ол Қазақстанға қайтқысы келмей жүрді. Өйткені күн сайын Абдулламен кездесуге үйреніп қалған. Бұрын өзі үшін жай ғана демалыс болып көрінген Бодрум, енді оның жүрегінде ерекше орын ала бастады.
Абдулла да Индирадан алыстамайтын. Екеуі теңіз жағасында қол ұстасып жүретін болды. Бір күні кешке Абдулла I don't want you to leave. Индира үнсіз қалды. I don't want to leave either. Абдулла оның қолын қаттырақ қысты. Then don't. Индира күліп I have a job. My family is there. My whole life is there. I know. And you? I will come to Kazakhstan one day. Индира оның сөзіне сенді. Олар телефон нөмірлерін алмасты. Әлеуметтік желі арқылы байланыста болуға келісті. Қазақстанға қайтқаннан кейін де күн сайын сөйлесетін болды. Индира ұшаққа отырар алдында Абдулла оны әуежайға дейін шығарып салды. Қоштасатын кезде екеуі ұзақ үнсіз тұрды. Индираның көзінде жас тұрды. Take care of yourself, Индира. You too. I will miss you. I will miss you too. Ұшақ көтерілген кезде Индира терезеден сыртқа қарап отырды. Төменде Түркияның шамдары біртіндеп алыстап бара жатты. Ал оның жүрегінде Абдулла қалып бара жатты. Қазақстанға келгеннен кейін алғашқы күндері екеуі күн сайын сөйлесті. Таңертең Абдулла хабарлама жазатын, кешке Индира қоңырау шалатын. Бір-біріне күндерінің қалай өткенін айтып, болашақ туралы сөйлесетін. Индира тіпті бір күні When will you come to Kazakhstan? деп сұрады. Абдулла Soon. How soon? I don't know yet, but I will. Индира осы сөзге сеніп жүрді. Бірақ арада бірнеше апта өткен соң, Абдулланың жұмысы көбейіп кеткендей болды. Бұрынғыдай ұзақ сөйлеспейтін, кейде телефонға жауап бермейтін. Индира оған ренжітін, бірақ Абдулла әр жолы I'm sorry, I was busy деп түсіндіретін. Индира сенетін, өйткені оның ойында Абдулла туралы жаман ой болмаған. Бір күні кешке Индира телефонына қарап отырып, Абдулладан хабарлама күтті. Бірақ хабарлама келген жоқ. Келесі күні де жоқ. Үшінші күні де үнсіз қалды. Индира алаңдай бастады. Ақыры өзі қоңырау шалмақ болған. Сол кезде телефонына басқа нөмірден хабарлама келді. Хабарламаны ашып қарады. Ағылшын тілінде жазылған. Абдулла, when are you coming home? The children miss you. Индираның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Ол хабарламаға ұзақ қарап отырды. Children. Балалар? Қандай балалар? Индираның қолы дірілдей бастады. Ол тағы бір хабарлама келгенін көрді. Your sister asked when you are coming. Mom is waiting too. Индираның ойы сансаққа жүгірді. Балалары сені сағынды деген бірінші хабарламадағы сөзді ол басқаша түсініп қалған еді. Оның үстіне хат жазған адамның кім екенін де білмеді. Абдулла туралы білетіні аз болатын. Оның отбасы туралы көп сұрамаған. Өзі де жеке өмірін қазбаламаған. Бірақ сол бір хабарламадан кейін Индираның көңіліне күдік кірді. Егер оның балалары болса ше? Егер оның әйелі болса ше? Мен оның өмірінде кім болдым? Индира бірден Абдуллаға қоңырау шалды. Телефон шырылдады. Бір рет, екі рет, үш рет. Жауап жоқ. Ол тағы қоңырау шалды. Тағы да алмады. Индираның көзінен жас шығып кетті. Неге мені алдадым? Деді ол телефонға қарап. Сол түні ол ұйықтай алмады. Телефонын қолынан тастамай, Абдулладан хабар күтті. Ал Абдулла болса, оның не себепті қоңырау шалып жатқанын әлі білмейтін. Ол хабарламаны жазған адамның өзінің қарындас екенін де Индира білмейтін. Ал бірнеше күннен кейін Индира өміріндегі ең үлкен шешімдердің бірін қабылдайтын еді. Ол Қазақстанға келгеннен кейін көп ұзамай өзін бұрынғыдан өзгеше сезіне бастаған. Таңертең жүрегі айниды. Тамаққа тәбеті жоқ. Әлсіздік пайда болған. Ал бір күні қолына жүктілік тестін алып, ванна бөлмесінде ұзақ отырды. Тесттегі екі сызықты көргенде Индираның қолындағы зат жерге түсіп кетті. Ол бірнеше минут бойы қозғала алмай отырды. Көзінен жас ақты. Бірақ бұл жолы жылағаны тек қорқыныштан емес еді. Ол ішіндегі кішкентай жүректің бар екенін енді ғана түсінген. Абдулла. Индира оның атын сыбырлап айтты. Сол сәтте ол бір ғана нәрсені анық білді. Ол бұл баланы дүниеге әкеледі. Ал Абдулла болса бірнеше мың шақырым жерде. Индираның өмірінде не болып жатқанын әлі білмей жүрді. Индира жүктілігін білген күні бірнеше сағат бойы ешкімге айта алмады. Қолындағы тестке қайта-қайта қарап отырды. Екі сызық. Күмән қалмаған.
Ол бөлмесінде жалғыз отырды. Телефонның экранында Абдулланың аты тұрды. Қоңырау шалғысы келді. Бірақ саусағы қоңырау түймесіне жеткенде тоқтап қалды. Егер оның әйелі бар болса ше? Егер шынымен балалар болса ше? Мен не істеймін? Индираның басына мың түрлі ой келді. Сол күні ол құрбысына ғана айтты. Құрбысы бірден жанына келді. Индира, қорықпа. Не болса да жалғыз емессің. Индира көз жасын сүртіп. Мен оны жақсы көрдім ғой. Білемін. Ол мені алдаған шығар. Әлі нақты ештеңе білмейміз. Бірақ мен жүкті болып қалдым. Құрбысы біраз үнсіз отырды. Балаға сенің кінәң жоқ. Осы сөз Индираның жүрегіне қатты тиді. Сол түні ол ұзақ жылады. Жүктілігін отбасы білгенде жағдай одан сайын қиындады. Индираның туыстары бұл жаңалықты ауыр қабылдады. Олардың алдында Индира 24 жастағы университет бітірген, жұмысы бар қыз еді. Бірақ енді адамдар оның дипломында, жұмысында, армандарында ұмытып кеткендей болды. Бір ғана нәрсені сұрайтын. Бала кімнен? Индира үндемейтін. Шетелге барып келген орас па? Иә. Сонда сол жақта не болды? Индира төмен қарады. Мен оны жақсы көрдім. Осы сөзді естігенде кейбір туыстарының ашуы одан сайын күшейді. Жақсы көрдім дейді. Тұрмысқа шықпаған қыз шетелге барып баламен келіп отыр. Ертең ел жұрт не дейді? Оның әкесі кім? Баланың әкесі қайда? Қалайша сенбедің? Қалай алданып қалдым? Жас қыз емес пе едің? Бұл сөздердің әрқайсысы Индираның жүрегіне қадалатын. Ол ешкіммен сөйлескісі келмей қалды. Бұрын күнде жұмысқа барып, адамдармен араласатын қыз енді бөлмесінен шықпайтын болды. Телефонын үнсіз режимге қойып қоятын. Кейбір туыстары арнайы келіп, тағы да сұрақ қоятын. Баланың әкесі қайда? Қашан келеді? Үйленесің бе? Ол сені мойындай ма? Индира кейде білмеймін деп қана жауап беретін. Ал кейбір адамдар оған аяушылықпен емес, кінәлаған көзқараспен қарайтын. Сол көзқарастың өзі оған ауыр тиетін. Бір күні Индира анасының қасында отырып, мен бұл баланы дүниеге әкелемін деді. Бөлмеде үнсіздік орнады. Не дейсің? Баланы дүниеге әкелем. Индира, ойланып шеш. Мен ойландым. Өміріңді түсінесің бе? Индира көз жасын сыртып. Иә, жалғыз өсіру оңай емес. Білемін. Әкесі болмаса ше? Индира біраз үнсіз отырды. Сонда да ол менің балам. Осы сөзден кейін ол шешімін өзгертпеді. Бірақ жүктілігі оңай болған жоқ. Алғашқы айлардан ақ өзін әлсіз сезінді. Кей күндері жүрегі қатты айнып, тамақ іше алмайтын, ұйқысы бұзылды. Кейде ішінің төменгі жағы ауыратын. Дәрігерге барған сайын өзіңізді күтіңіз, көп қимылдамаңыз, ауыр зат көтермеңіз деп ескертетін. Бір күні жұмыс кезінде Индираның жағдайы күрт нашарлап кетті. Іші ауырып, әлсіздік басып, қорқып кетті. Жедел түрде ауруханаға барды. Дәрігер тексергеннен кейін сізге ауруханада жатып бақылауда болғандырсыз. Индираның жүрегі тағы қысылды. Ол аурухана төсегінде жалғыз жатты. Жанында басқа елдердің жақындары отыр. Біреудің күйеуі тамақ әкеліп береді. Біреудің анасы жастығын тізіп береді. Біреудің әпкесі қолынан ұстап отырады. Ал Индираның қасында ешкім жоқ. Ол терезеге қарап жатып, көз жасын үнсіз сүртетін. Кейде телефонын алып, Абдулланың атына қарайтын, хабарлама жазғысы келетін. Бірақ не жазарын білмейтін. Мен сенен балалы болдым деп жазайын десе, оның өзі әлі не ойлайтын білмейді. Неге мені алдадым деп жазайын десе, Абдулланың шын мәнінде оны алдағанын да нақты білмейді. Сондықтан телефонды қайта қоя салатын. Сол күндері Индираға бір ғана құрбысы тұрақты түрде келіп тұрды. Жұмыстан кейін ауруханаға кіріп, қалайсың? Жақсымын. Өтірік айтпа. Индира күлімсіреуге тырысатын. Жақсымын дедім ғой. Құрбысы оның жанына отырып, қорықпа. Баланды аман есен дүниеге әкелесің. Кейде қатты қорқам. Неден? Жалғыз қалудан. Құрбысы оның қолынан ұстап,
Сен жалғыз емессің. Индира сол сөзді естігенде жылап жіберді. Жүктіліктің соңғы айларда ауыр өтті. Индира жиі дәрігерге қаралып тұрды. Кей күндері жағдай жақсы болатын. Кей күндері қайтадан ауруханаға баруға тура келетін. Ол баласының әр қимылын сезген сайын іштей сөйлесетін. Сен менің өміріме не үшін келгеніңді білмеймін. Бірақ мен сені күтіп жүрмін. Сен үшін бәріне шыдаймын. Сенің әкең қасында болмаса да, мен сені ешқашан тастамаймын. Бала қозғалған сайын Индираның жүрегі жылып кететін. Ол бірте-бірте өзінің бұрынғы қорқынышын жеңе бастады. Адамдардың сөзіне емес, баласының болашағына қарайтын болды. Көп айдан кейін толғағы басталды. Түн болатын. Индира ауруханаға жеткізілді. Ауырсыны күшейіп бара жатты. Құрбысы жанында болды. Индира, мен осындамын. Индира оның қолын қысып. Қатты ауырып тұр. Шыда. Аз қалды. Мен қорқып тұрмын. Қорықпа. Сағаттар өтті. Ақыры көптен күткен сәт келді. Индира баласын дүниеге келді. Дәрігер нәрестені қолына алып, қыз емес, ұл бала деді. Индира шаршаған күйде көзін ашты. Нәрестенің дауысын естігенде көзінен жас ақты. Баланы жанына келгенде, ол кішкентай ғана жүзге ұзақ қарап жатты. Шашы қара, кірпігі қалың, терісі жұмсақ. Индира баласының маңдайынан сүйді. Сен менің баламсың. Ол сол сәтте бұрын естіген барлық ауыр сөздерді ұмытып кетті. Туыстарының сөздері, адамдардың көзқарасы, Абдулланың үнсіздігі, жалғыз қалған күндері, ауруханадағы түндері, барлығы артта қалғандай болды. Оның алдында енді кішкентай ғана сәби жатты. Индира баласын құшағына қысып, мен сені қандай жағдай болса да өсіремін деді. Ал оның баласы сол кезде әкесінің кім екенін, 10 жылдан кейін сол әкесімен қайта кездесетінін, ал сол кездесудің екі адамның ғана емес, бір баланың да бүкіл тағдырын өзгертетінін әлі білмейтін. Индира баласын алғаш құшағын алған кезде ұзақ уақыт оған қарап жатты. Нәресте кішкентай ғана емес еді, керісінше торсықтай ірі болып туған. Денесі шымыр, шашы қап-қара әрі қалың. Қара шашы маңдайына түсіп тұрды. Кірпіктері ұзын, мұрны да, көзінің пішіні де анасына ұқсамайтын. Индира баласының жүзіне қарап отырып, бір жағынан таң қалса, бір жағынан жүрегі елжіреп кетті. Қандай әдемісің. Бала көзін жұмып, тыныш ұйықтап жатты. Индира оның кішкентай қолын саусағымен ұстап көрді. Бала қолын қимылдатты. Сен менің өмірімді өзгерттің. Ол баласының маңдайынан сүйді. Ауруханада бірнеше күн жатқаннан кейін Индираға үйге шығуға рұқсат берілді. Сол күні әкесі мен анасы ауруханаға келді. Әкесі осы уақытқа дейін қызының жағдайын сырттай ғана бақылап жүрген. Алғашқы кезде болған жағдайды қабылдау оған қиын еді. Қызының тұрмысқа шықпай, шетелден жүкті болып келгенін естігенде, ол да қатты қиналған. Адамдардың сөзіне алаңдаған. Ел не дейді деген ой санасында жүрген. Бірақ немересі дүниеге келгеннен кейін оның жүрегі өзгере бастаған. Ауруханаға кіргенде әкесі қызына қарап, қалайсың? Жақсымын әке. Баланы көрсем бола ма? Индира баласын ақырын көтеріп әкесіне берді. Әкесі баланы құшағына алған сәтте біраз үнсіз қалды. Немересінің жүзіне ұзақ қарады. Сосын баланың шасына, көзіне, бет әлпетіне қарап таң қалды. Бала қазаққа мүлде ұқсамайтын. Әкесі қызынан, Индира, е әке, мына бала. Ол бір сәт сөз таба алмай қалды. Кіммен туған? Индира үнсіз қалды. Әкесі кім? Индира әкесінің көзіне тура қарады. Әкесі Абдулла. Абдулла кім? Түркияда танысқан адам. Әкесі баланы тағы бір қарап шықты. Ұлты қандай? Индира тыныш қалды. Араб. Әкесі таң қалып. Араб? Иә. Мұсылман ба? Иә әке, мұсылман. Әкесі біраз үнсіз тұрды.
Ол немересінің жүзінен көз алмай қарады. Сосын қызын қайтадан қарады. Сен бізге мұны неге айтпадым? Индираның көзіне жас келді. Айтуға қорықтым. Неден? Сіздердің мені қабылдамай қоятыныңыздан. Әкесі үнсіз қалды. Индира осы уақытқа дейін ішінде жинап жүрген сөздерін алғаш рет әкесіне ашық айтты. Әке, мен сізден бір нәрсе сұраймын. Айт. Егер мені қолдайтын болсаңыздар, қасымда болыңыздар. Әкесі үндемеді. Ал егер мені осы баламен бірге қабылдай алмайтын болсаңыздар, онда мені тастап кеткендей болыңыздар. Мен сіздерден ештеңе сұрамаймын. Индираның даусы дірілдеп шықты. Бірақ мен баламнан бас тартпаймын. Әкесі қызын ұзақ қарап тұрды. Ол қызының қанша қиындық көргенін енді түсінгендей болды. Қызы жалғыз, қолында жаңа туған сәби. Баланың әкесі жанында жоқ. Ал сырттағы адамдардың сөзі одан сайын ауыр. Әкесі терең дем алды. Қызым. Индира көз жасын сүртті. Мен сенің әкеңмін. Ол немересін құшағына қысып, қандай бала болса да, ол менің немерем. Индира жылап жіберді. Әке, сен жалғыз қалмайсың. Осы сөзді естігенде Индира әкесінің қолынан ұстап, рахмет. Әкекесі, бәрін бірден түсініп кетемін деп ойлама. Бірақ сен менің қызымсың. Қандай жағдай болса да, мен сені тастамаймын. Сол күннен кейін Индира ата-анасының үйіне баласымен бірге келді. Балаға ерекше есім қойды. Оны қазақы ортада өсіруге шешім қабылдады. Үйде баламен тек қазақша сөйлесті. Атасы немересін қатты жақсы көріп кетті. Күн сайын жұмыстан келгенде, қайда менің балам, деп немересін іздейтін. Апасы да баланы ерекше жақсы көрді. Оны бесігіне бөліп, әлдилеп, қазақтың бесік шармы айтатын. Бала әжесінің дауысын естігенде тыныштарып қалатын. Индира да баласына барынша дұрыс тәрбие беруге тырысты. Сен қай елде дүниеге келдің? Бала өскен сайын анасының сөздерін түсіне бастады. Қазақстанда. Сенің анаң кім? Анам. Ал сенің тілің қандай? Қазақ тілі. Индира баласына қазақтың салт дәстүрін үйретті. Қазақша сөйлетті. Қазақша кітаптар оқып берді. Ертегілер айтып берді. Ал ағылшын тілінде ерте жастан үйретуді бастады. Өйткені өзі ағылшын тілін жақсы білетін. Бала кішкентай кезінен ақ сөздерді тез қабылдайтын. Басқа балалардан ертерек сөйлей бастады. Әр нәрсеге қызығатын. Көрген нәрсесінің себебін сұрайтын. Мама, бұл не? Мынау кітап. Неге? Өйткені ол тағы сұрақ қоятын. Ал неге? Индира күліп. Сенің сұрағың көп екен. Бала кішкентайынан өте зерек болды. Бірнеше жыл өте шықты. Бала бойда қатарларынан ұзындау болып өсті. Шашы қара, көздері үлкен. Бет әлпеті араб әкесіне қатты ұқсайтын. Көшеде бірге жүргенде кей адамдар қандай әдемі бала, шетелдікке ұқсайды екен деп қалатын. Индира жай ғана күлімсірейтін, ал баласы анасының қолынан ұстап жүретін. Ол өзінің өзгеше екенін бірте-бірте түсіне бастады. Балабақшада балалардың әкелері туралы әңгімесін еститін. Біреу, менің әкем кеше мені алып келді дейтін. Екіншісі, әкем маған ойыншық әкелді дейтін. Үшіншісі, жексенбіде әкеммен бірге қыдырдық дейтін. Ал Индираның баласы үнсіз тыңдайтын. Бір күні үйге келгенде анасына: мама, иә балам, менің әкем қайда? Индираның жүрегі шүмете қалды. Ол бірнеше секунд жауап бере алмай тұрды. Неге сұрадым? Бәрінің әкесі бар. Индира баласының жанына отырды. Сенің де әкең бар. Онда ол неге бізбен тұрмайды? Индира баласының көзіне қарады. Ол бұл сұрақтың бір күні қойылатынын білетін, бірақ дәл қазір оған жауап беруге дайын емес еді. Ол алыста тұрады. Қайда? Индира біраз үнсіз қалды. Түркияда. Бала таңғалып: Түркияда ма? Иә, ол мені біле ме? Бұл сұрақ Индираға бұрынғыдан да ауыр тиді. Ол баласын шашынан сипап: білет, деді. Бірақ бұл сөзді айтқанда, оның жүрегінің түбінде бір ғана ой тұрды. Абдулла баласының бар екенін шынымен біле ме? Өйткені Индира осы жындардың ішінде оған баласының дүниеге келгенін толық жеткізе алмаған еді. Ал 10 жыл өткен соң Индира мен Абдулла қайтадан Түркияда кездесетінін еш қайсысы да елестетпеген еді. Сол кездесуде Абдулла алғаш рет өз баласының көзінен өзіне ұқсайтын белгілерді көретін.
Сол сәтте 10 жыл бұрын Бодрум жағасында басталған оқиғаның бар құпиясы қайта ашылатын еді. Уақыт өтіп жатты. Индираның ұлы балабақша жасынан өтіп, мектепке баратын жасқа келді. Ол қатарларынан бойшаңдау еді. Шашы қалың әрі қара, көзі үлкен, қасы қалың. Бет әлпетінен араб әкесіне тартқаны анық көрінетін. Бірақ үйдегі тәрбиесі қазақша болды. Әжесі онымен қазақша сөйлесетін. Атасы қазақша еркелететін. Индира да баласына: «Балам, сен қазақсың. Осы елде туып өстім. Тілің де, мектебің де, ортаң да қазақша», деп жиі айтатын. Бала анасының сөзін тыңдап өсіп келе жатты. Ол қазақ тілінде еркін сөйлейтін, қазақша кітап оқитын, қазақтың ертегілерін жақсы көретін, ағылшын тілінде кішкентай кезінен үйреніп жүрді. Бірақ оның сырт келбеті басқа балалардан өзгеше болатын. Мектепке алғаш барған күндері-ақ кейбір балалар оған қызыға қарайтын. «Сенің шашың неге бұлай? Сенің көзің неге үлкен? Сен кімге ұқсайсың?» Бала алғашқы кезде олардың сұрақтарына мән бермейтін. «Анамға». Кейде «Білмеймін» деп қана жауап беретін. Бірақ уақыт өте келе сұрақтардың түрі өзгерді. Бір күні үзіліс кезінде бірнеше бала оның жанына келді. «Сенің әкең қайда?» Бала үндемеді. «Неге үндемейсің?» «Әкем жоқ». Балалардың бірі күліп: «Әкесі жоқ екен». Екіншісі: «Мүмкін ол қазақ емес шығар». Үшіншісі оның шашына қарап: «Өзі де қазаққа ұқсамайды». Бала үндемей кетіп қалғысы келді. Бірақ балалар соңынан ерді. «Ей, шетелдік! Қай елденсің? Сен қазақ емессің ғой». Ол артына бұрылып: «Мен қазақпын» деді. «Қазақ болсаң, неге бізге ұқсамайсың?» «Мен қазақпын дедім ғой». «Әкең кім онда?» Бала ашуланып: «Білмеймін». Балалардың бірі күліп: «Әкесі жоқ бала екен». Осы сөз балаға қатты батты. Ол бір баланы итеріп жіберді. «Мен олай айтпа». Бала да оны итерді. Екеуі жағаласып қалды. Мұғалімдер жүгіріп келіп балаларды ажыратты. Бала жылап тұрды. Көзі қызарып кеткен. Ол ешкімге қарамады. Мектептен кейін Индира баласын алып кетуге келгенде мұғалім оны шақырып алды. «Индира ханым, бүгін балаңыз төбелесіп қалды». Индираның қабағы түйілді. «Неге?» Балалар арасында сөзге келіспеушілік болған. «Не деді?» Мұғалім сәл кідірді. Әкесі туралы сөз болған сияқты. Индира үнсіз қалды. Ол баласына қарады. Бала басын төмен түсіріп тұр. «Үйге қайтайық», деді Индира жай ғана. Жол бойы екеуі үндемеді. Үйге келгеннен кейін Индира баласының қасына отырды. «Балам?» Бала жауап бермеді. «Маған қараш». Бала анасына қарады. Көзінде жас бар. «Неге төбелестім?» «Олар мені мазақ етті». «Не деді?» Бала ернін тістеп: «Сен қазақ емессің» деді. Индираның жүрегі ауырды. «Тағы не деді?» «Әкең жоқ» деді. Индира баласын құшақтап алды. Бала анасының құшағында жылап жіберді. «Мама, менің әкем неге жоқ?» Индира жауап бере алмай қалды. «Неге басқа балалардың әкелері бар?» «Балам, неге менің әкем менімен бірге тұрмайды?» Индира оның шашынан сипады. Кейбір балалар әкесімен бірге тұрады. Кейбір балалардың жағдайы басқаша болады. «Неге менің жағдайым басқаша?» Индира көз жасын жасыруға тырысты. «Сенің ешқандай күнәм жоқ». «Менің әкем мені жақсы көрмей ме?» «Олай ойлама». «Онда неге келмейді?» Индира үнсіз қалды. Бала анасының жүзіне қарап тұрды. «Ол менің бар екенімді біле ме?» Бұл сұрақ Индираның жүрегін тіліп өткендей болды. Ол баласына тура жауап бере алмады. «Білмеймін». Бала бірден: «Қалай білмейсің?» Өйткені Индираның даусы дірілдеді. «Өйткені өмірде кейбір нәрселер біз ойлағандай болмай қалады». Бала анасының қолын ұстап: «Менің әкем жаман адам ба?» «Жоқ, онда неге ол бізбен бірге емес?» Индира көз жасын сыртып: «Мен саған бәрін түсіндіретін күн болады». «Қашан?» «Сен үлкен болғанда». «Мен қазір де үлкенмін». Индира амалсыз күліп жіберді. «Сен әлі кішкентайсың». «Жоқ, мен бәрін түсінемін». Ол осы сөзді айтып, бөлмесіне кіріп кетті. Сол күннен кейін бала әкесі туралы көбірек сұрай бастады. Кейде тамақ ішіп отырып,
Әкем қандай адам деп сұрайтын. Кейде ұйықтар алдында әкем мен сияқты сөйлей ме дейтін. Кейде оның шашы қандай деп сұрайтын. Индира кейбір сұрақтарға жауап беретін. Шашы қара. Мен сияқты ма? Иә. Бой ұзын ба? Иә. Көзі қандай? Қара. Бала бір сәт ойланып, мен оған ұқсаймын ба? Индира баласының жүзіне қарап, өте қатты ұқсайсың. Бала қуанып кететін. Сонда мен әдемі екенмін ғой? Индира күліп, әрине. Бірақ бала келесі сұрақты міндетті түрде қоятын. Онда ол мені неге іздемейді? Индираның күлкісі сол сәтте жоғалып кететін. Мектепте де бұл сұрақтар жалғаса берді. Бір күні балалар футбол ойнап жүрген. Оның сыныбындағы бір бала: сенің әкең жоқ қой, сені кім қорғайды деп қалжыңдады. Бала: мен өзімді өзім қорғаймын. Қалай? Міне бұлай. Ол баланы итеріп жіберді. Тағы да төбелес басталды. Бұл жолы баланың ерні жарылды. Мұғалімдер тағы араласты. Индира мектепке келгенде баласының бетінде көгерген жерді көріп, жүрегі ауырып кетті. Саған не болды? Ештеңе. Кім ұрды? Өзім де ұрдым. Неге? Бала үндемеді. Индира оны үйге алып келді. Кешке оның жарасын сыртып отырып: балам, төбелескенің дұрыс емес. Бірақ олар мені мазақтайды. Олардың сөзі үшін өзіңді жарақаттаудың қажеті жоқ. Онда мен не істеуім керек? Индира біраз үнсіз қалды. Оларға сенің кім екеніңді дәлелдеудің қажеті жоқ. Бірақ олар мені қазақ емес дейді. Сен кімсің? Қазақпын. Неге? Өйткені мен Қазақстанда туып өстім. Тілің қандай? Қазақша. Әжеңмен қай тілде сөйлесесің? Қазақша. Атаның ертегілерін қай тілде тыңдайсың? Қазақша. Индира баласының маңдайынан сүйді. Міне, бала үнсіз қалды. Бірақ оның ішінде бір сұрақ әлі де жауапсыз тұрды. Егер мен қазақ болсам, онда әкем неге қазақ емес? Жолдар өте келе бала ақылды болып өсті. Мектепте жақсы оқыды. Ағылшын тілінде тез меңгерді. Мұғалімдері оның есте сақтау қабілетіне таңғалатын. Бірақ мінезінде бір өзгеріс пайда болды. Ол әкесі туралы сұрақтарды ешкімге қоймайтын болды. Индира кейде баласының бұрынғыдай сұрамай кеткеніне қуанып қалатын. Бәлкім ұмытып кеткен шығар деп ойлайтын. Бірақ ол ұмытқан жоқ. Керісінше өз ішінде сақтап жүрді. Кей түндері ұйықтамай жатып, телефоннан, интернеттен Түркия туралы қарайтын. Бодрум туралы видеолар көретін. Араб елдері туралы ақпарат іздейтін. Кейде анасы байқап қалатын. Не қарап отырсың? Ештеңе. Ұйықта. Жақсы. Бала телефонын өшіріп қоятын, бірақ ойындағы сұрақ өшпейтін. Бір күні ол мектептен үйге келіп, сөмкесін қойды. Индира ас үйде тамақ жасап жатқан. Мама. Иә? Мен бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұра. Әкемнің аты кім? Индира қолындағы пышақты қойды. Абдулла. Толық аты? Индира бір сәт үнсіз қалды. Абдулла. Ол қазір қайда? Түркияда болуы мүмкін. Болуы мүмкін деген қалай? Мен оның қазір қайда екенін білмеймін. Бала анасына ұзақ қарады. Сен оның телефонын білесің бе? Индира үндемеді. Мама. Иә, білемін. Онда неге оған қоңырау шалмайсың? Индираның көзіне жас келді. Бала анасының жүзіне қарап тұрып: мен әкемді көргім келеді. Индира жауап бере алмады. Ал сол сәтте оның есіне Бодрумдағы кеңіс жағасы түсті. 24 жасындағы өзі, Абдулланың күлкісі, қолынан ұстағаны. I will come to Kazakhstan деген сөзі. Содан кейін келген үнсіздік. Ал оның алдында қазір әкесін іздеп тұрған өзінің баласы отырды. Индира осы жылдардың бәрінде Абдулла туралы нақты ештеңе білмеді. Оның қай жерде дүниеге келгенін де білмейтін, қай қалада тұратынын да білмейтін, қазір қай жерде жүргенін де білмейтін. Тек бір нәрсеге ғана сенімдеді: Абдулланың отбасы бар деп ойлайтын. Сол кезде келген хабарламаны қайта-қайта есін алатын. Балалар сені сағынып жүр. Индира сол хабарламаны басқа мағынада түсінген. Ол Абдулланың әйелі мен балалары бар екен деп ойлады. Сол себепті оған қайтадан іздеп баруға да, өміріне араласуға да тырыспады. Оның өз отбасы бар. Мен оның өмірін бұзғым келмейді деп ойлайтын. Ал Абдулла болса, Индираның жүкті болып қалғанын да, баланың дүниеге келгенін де білмейтін. Ол Индираның Қазақстанға қайтып кеткенін ғана білетін. Одан кейін екеуінің байланысы үзіліп қалған. Индира баласын ата-анасының үйінде өсірді. Баланың аты Мансур еді. Мансур кішкентайынан өте зерек болып өсті. Бір нәрсені бір рет көрсе, есінде сақтап қалатын. Әжесі ертегі айтса, ертегінің соңына дейін тыңдайтын. Атасы газет оқып отырса,
қасына келіп: «Ата, мына жерде не жазылған?» деп сұрайтын. Атасы күліп: «Сен әлі кішкентайсың ғой. Бірақ мен білгім келеді. Онда ертең үйретемін». «Жоқ, қазір». Атасы амалсыз газетті жауып: «Жарайды, кел», деп қасына отырғызатын. Мансур атасының жанында көп уақыт өткізетін. Әжесі де немересін ерекше жақсы көрді. Мектептен келгенде алдынан шығып: «Қолыным, қарның ашты ма?» деп сұрайтын. Мансур: «Әже, тамақ дайын ба?» «Дайын». «Не бар? Сен жақсы көретін тағамың». Мансур қуанып кететін. Үйде оған ешкім әкесінің жоқтығын сездірмеуге тырысатын. Бірақ сырттағы адамдардың сөзі әрқашан олардың бақылауында бола бермейтін. Бір күні үйге бірнеше туыс жиналды. Әдеттегідей үлкендер өзара әңгімелесіп отырды. Мансур басқа бөлмеде сабақ қарап отырған. Индира ас үйде шай дайындап жүрген. Қонақтардың бірі Индираның өмірін сөз етті. «Осы Индирада қызық болды ғой». Екіншісі: «Я, шетелге барып келіп, баламен келді ғой. Жас қыз еді. Әлі тұрмысқа шықпаған кезі. Содан бір араптан бала туып алды». Бұл сөздерді естігенде Индираның қолы тоқтап қалды. Ол ас үйде үнсіз тұрды. Қазір баласы да өсіп қалды. Бала қазаққа да ұқсамайды, әкесіне тарқан. Әкесі қайда өзі? Білмейді ғой. Қалай білмейді? Ей, шетелде танысқан адам емес пе? Индираның жүрегі қысылды. Ол бұл әңгімені қойындашы дегісі келді. Бірақ дәл сол сәтте дәліз жақтан дыбыс шықты. Мансур тұр екен. Қолында кітабы бар. Бәрін естіп қалған. Ол біреуге ештеңе айтпастан бөлмесіне кіріп кетті. Индира оның артынан бірден барды. Мансур. Бала жауап бермеді. «Балам». «Мама, мен сабақ оқып жатырмын. Мен сенімен сөйлесейін». Кейін. Индира есіктің алдында біраз тұрды. Мансур басын көтермеді. «Сен жаңағы әңгімені естідің бе?» «Жоқ». «Мансур». «Естідім». Ол осы сөзді айтып, кітабын жауып қойды. «Мені шетелден туған бала дейді ғой». Индираның көзіне жас келді. «Балам, бір арақтан бала туып алды» деді. Ол анасына қарап: «Мен сол баламын ба?» Индира жанына отырып: «Иә». Мансур біраз үнсіз қалды. «Сонда әкем араб па?» «Иә». «Ал мен қазақ емеспін бе?» «Сен қазақсың». «Бірақ әкем араб». «Иә». «Онда мен кіммін?» Индира баласының қолын ұстап: «Сен менің баламсың». «Мен оны сұрап тұрған жоқпын». Индира үндемеді. «Менің ұлтым қандай?» «Сенің анаң қазақ. Сен Қазақстанда туып өстің. Қазақша сөйлейсің. Қазақ мектебінде оқып жүрсің». Мансур төмен қарады. «Бірақ адамдар мені қазақ емес дейді. Олардың сөзіне мән берме». «Неге мән бермеймін? Өйткені олар сенің қандай адам екеніңді білмейді». Мансурдың көзіне жас толды. «Олар әкем жоқ» деді. Индира оны құшақтап алды. «Сенің әкең бар». «Онда ол қайда?» Индира жауап бере алмай қалды. «Білмеймін». «Неге білмейсің?» «Өйткені біз көп жыл бұрын айырылысып кеттік. Сен оған менің туғанымды айтпадың ба?» Индира үнсіз қалды. Мансур анасының жүзіне ұзақ қарады. «Неге?» «Мен оның отбасы бар деп ойладым». «Оның әйелі бар ма?» «Мен солай деп ойладым». «Балалары бар ма?» «Мен сондай хабарлама алғанмын». «Сонда сен нақты білмейсің бе?» Индира басын шайқады. «Жоқ». Мансур біраз ойланып: «Онда әкем менің бар екенімді білмеуі мүмкін бе?» Индираның жүрегі ауырды. «Иә». Мансур үнсіз қалды. Сол кеште ол ұзақ уақыт ұйықтамады. Терезеден сыртқа қарап жатты. Үйде бәрі тыныш. Әжесі мен атасы да ұйықтап қалған. Индира баласының бөлмесіне кіргенде оның көзі ашық жатқанын көрді. «Ұйықтамадың ба?» «Жоқ». Индира жанына отырды. «Не ойлап жатырсың?» «Әкем туралы». Индира үндемеді. «Мен оны бір күні көремін бе?» «Білмеймін, балам». «Ол мені көрсе не дейді?» «Білмеймін». «Ол мені ұнатпай қалса ше?» Индира баласының шашынан сипады. «Олай ойлама. Бірақ ол мені білмейді ғой». «Иә». «Сонда мен де оны білмеймін». «Иә». Мансур көзін жұмды. Бірақ бәрібір оны көргін келеді. Индира баласын құшақтап отырды. Оның көзінен үнсіз жас ақты. Келесі күні таңертең Мансур мектепке барды. Сыныпта балалар әдеттегідей сөйлесіп отырды. Бір бала оның қасына келіп: «Сенің әкең шетелдік дейді ғой?» Мансур үндемеді. «Араб па?» Тағы бір бала: «Иә, мен де естідім».
Мансурдың жүрегі қысылды. Сендер менің әкемді қайдан білесіңдер? Білмейміз, адамдар айтып жүр. Онда үндемеңдер. Неге ашуланасың? Мансур орнынан тұрып. Өйткені ол туралы ештеңе білмейсіңдер. Бала күліп. Өзі де әкесін білмейді екен. Мансур жұдырығын тиіп алды. Ол өзін ұстап қалуға тырысты, бірақ көзінен шаш шығып кетті. Сыныптан шығып кетіп, дәліздің шетіне барып отырды. Ол алғаш рет әкесінің жоқтығын емес, өзінің әкесін ешқашан көрмегенін қатты сезінді. Сол күні мектептен келген соң, Мансур анасына бір ғана сұрақ қойды. Мама, Абдулла деген адамның суреті бар ма? Индираның жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол бірнеше жыл бойы ашпаған ескі телефонын есіне алды. Сол телефонда Бодрумнан қалған бірнеше сурет бар еді. Ал Мансур әкесінің жүзін бірінші рет көретін сәт жақындап қалған болатын. Мансур 10 жасқа толды. Бұл күнді Индира ерекше күтті. Мансур кішкентай кезінен әжесі мен атасының еркесі болып өсті. Атасы оны мектепке өзі апарып, кейде сабақтан алып қайтатын. Әжесі немересінің жақсы көретін тағамдарын дайындап, туған күнінде дастарханын ерекше әзірлейтін. 10 жасқа толған күні таңертең Мансурды әжесі оятып, туған күнің құтты болсын қолының деді. Мансур ұйқылы ояу көзін ашып, рахмет әже. Атасы да бөлмеге кіріп, жігіт болып қалыпсың ғой. Мансур күліп, 10 жасқа толдым. 10 жас аз ба? Жоқ. Атасы немересінің иығынан қақты. Биыл саған ерекше сыйлығым бар. Мансур бірден қызық кетті. Не? Әзірге айтпаймын. Ата, кешке білесің. Мансур күні бойы атасының қандай сыйлық дайындағанын ойлап жүрді. Кешке атасы мен әжесі Индираға да қарап, біз Мансурға туған күніне сыйлық жасағымыз келіп отыр деді. Қандай? Әжесі күлімсіреп, Түркияға барып қайтсын. Индира бір сәтке үнсіз қалды. Түркияға? Е, атасы. Баланың шетел көргені жақсы, сен де бірге бар. Бірнеше күн демалып қайтыңдар. Мансур қуанып кетті. Мама, барамыз ба? Индира баласына қарап күлімсіреді. Барамыз. Қай жерге? Бодрумға. Осы сөзді естігенде Индираның жүрегі бір түрлі соғып кетті. Бодрум. Осы бір сөздің өзінде оның 10 жыл бұрынғы өмірі жатқан. Теңіз, ақ үйлер, жағалау, кешкі күн және Абдулла. Сол түні Индира ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Телефонын қолына алып, Бодрум туралы суреттерді іздеді. 10 жыл өтіпті. 10 жыл бойы ол жаққа қайта бармаған. Сол жерге барғаннан бері өмірі түбегейлі өзгерген. Ол 24 жастағы қыз болып барған. Ал қазір 40-қа жақындаған әйел. Қасында 10 жасар ұлы бар. Индира терезеден сыртқа қарап, 10 жыл болыпты, деп сыбырлады. Ол Абдулланы есіне алды. Оның күлкісін, ағылшынша сөйлеген дауысын, теңіз жағасында бірге жүргендерін, соңғы рет қоштасқан күнін, содан кейін келген түсініксіз хабарламаны. Балалар сені сағынып жүр. Индира сол сөзді 10 жыл бойы ұмыта алмады. Ол Абдулланың отбасы бар деп ойлаған. Сондықтан оның өміріне қайта араласуды дұрыс көрмеді. Бәлкім ол әйелімен, балалармен бақытты шығады деп ойлайтын. Ал өзі Мансурды жалғыз өсірді. Бірнеше күннен кейін Индира мен Мансур Түркияға ұшып кетті. Ұшақ Бодрумға жақындаған сайын Мансур терезеден сыртқа қарап отырды. Мама, теңіз көрінеді. Иә. Қандай үлкен? Индира баласына қарап күлімсіреді. Қазір көресің. Ұшақ қонған соң екеуі қонақ үйге орналасты. Мансур бөлмеге кіре сала, мен теңізге барам. Әуелі заттарымызды қояйық. Тезірек. Индира күліп, шарайт. Бірнеше сағаттан кейін екеуі жағалауға шықты. Индираның жүрегі қатты соғып тұрды. Ол 10 жыл бұрын дәл осы жағалауда Абдулламен жүрген. Қазір сол жерде өзінің ұлының қолынан ұстап тұр. Мансур теңізге жүгіріп кетті. Мама, қара! Ақырын. Мансур судың жанына барып, аяғын суға салды. Индира алыстан қарап тұрды. Оның көз алдында 10 жыл бұрынғы көрініс пайда болды. Абдулла. Оның жанына келіп отырғаны. Екеуінің ағылшын тілінде сөйлескені. Кешке дейін бірге жүргендері. Индира көзін жұмып терең дем алды. Бәрі өзгеріпті. Кешке олар жағалаудағы шағын кафеге отырды. Мансур тамақтанып отырып, мама, сен осы жерде бұрын болғансың ба? Индира бір сәтке тоқтап қалды. Иә. Қашан? Сен дүниеге келмей тұрып.
Осы Бодрумда ма? Иә. Кіммен? Индира баласына қарады. Бір адаммен. Кім ол? Кейін айтам. Мансұр бірден түсінді. Әкем бе? Индира жауап бермеді. Бала да қайта сұрамады. Сол күні кешке қонақ үйге қайтып бара жатқанда, Индираның телефонына белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Ол телефонына қарап тұрып қалды. Бірақ қоңырауданмады. Бірнеше секундтан кейін қайта қоңырау түсті. Индира тағы қарады. Бірақ бұл жолы да жауап бермеді. Мансұр: «Мама, неге алмайсың?» «Білмеймін, бейтаныс нөмір». Телефон қайтадан шырылдады. Индира қоңырауды өшіріп тастады. Ол әлгі нөмірдің кімге тиесілі екенін білмеді. Келесі күні Мансұр қонақ үйде таңғы ас ішіп отырғанда, Индира теңіз жаққа қарап отырды. Ол 10 жыл бұрынғы күндерді ойлап отырды. Абдулла туралы, оның қайда жүргенін, қазір не істеп жүргенін. Ол үйленді ме екен? Балалары бар ма екен? Мүмкін әлдеқашан басқа елге көшіп кеткен шығар. Мүмкін Индираны баяғыда ұмытып кеткен шығар. Ал Индираның жанында отырған 10 жасар бала оның өміріндегі сол бір қысқа махаббаттың тірі жалғасы еді. Мансұр анасына қарап: «Мама, иә? Сен бақыттысың ба?» Индира баласына қарап күлімсіреді. «Сен қасында болсаң, бақыттымын». Мансұр: «Ал әкемді көрсемші?» Неге олай сұрадым? «Білмеймін, ол біраз үнсіз отырды. Мен оны көргім келеді». Индира баласының қолынан ұстап: «Мүмкін бір күні», деді. Сол күні түстен кейін олар қайтадан теңізге шықты. Мансұр жағалаумен жүгіріп бара жатты. Индира артынан жай жүріп келе жатқан. Кенет ол қарсы беттен келе жатқан ер адамға көзі түсіп, жүріп келе жатып тоқтап қалды. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол адам алыста еді. Бойы ұзын, шашы қара. Жүрісінен бір нәрсе таныс сияқты. Индира көзін сығырайтып қарады. Жоқ. Мүмкін оған солай көрінген шығар. 10 жыл өтті ғой. Ол адам бұрылып басқа жаққа кетіп қалды. Индира біраз уақыт орнында тұрып қалды. «Мама!» деп Мансұр алыстан шақырды. «Қазір барам». Индира баласына қарай жүрді, бірақ жүрегіндегі әлгі сезім басылмады. Ол әлгі адамды Абдулла деп ойламады. Тек 10 жыл бұрынғы естеліктердің әсері шығар деп қабылдады. Ал дәл сол уақытта Бодрумның басқа бір жерінде Абдулла да осы қалада жүреді. Ол Индираның бұл жерге қайта келгенін білмейтін. Ал өзінің 10 жыл бұрынғы махаббатының ұлы дәл қазір бірнеше шақырым жерде жүргенін де білмейтін. Кешке қарай теңіз жағасында адам азая бастады. Күн батып бара жатқан. Жағалаудағы орындықтардың көбі босап қалған. Индира Мансұр екеуі қонақ үйден шығып, теңіз жағасымен біраз жүрді. Мансұр бүгін ерекше көңілді. Ол суға тас лақтырып, кейде анасына қарап күлетін. Индира оның артынан жай ғана жүріп келе жатты. Бірақ оның ойы басқа жерде еді. 10 жыл бұрын дәл осы жағалауда бір адаммен ұзақ уақыт бірге отырған. Олар күн сайын осы жерге келетін. Кейде бірнеше сағат үндемей отыратын. Кейде ағылшын тілінде өмір туралы сөйлесетін. Сол кездері Индираның өмірі басқаша болатын. Ол 24 жаста еді, ал қазір оның жанында 10 жасар ұлы бар. Индира жағалауға қарап тұрып бір жерге көзі түсті. Сол орындық. Дәл сол орындық. 10 жыл бұрын Абдулла екеуі жиі отыратын орын. Индираның жүрегі бір түрлі соғып кетті. «Мама, не болды?» «Ештеңе. Мына жерге отырайық па?» Индира бірнеше секунд үнсіз қалды. «Иә». Мансұр орындыққа отырып теңізге қарап кетті. Индира да оның жанына отырды. Бірнеше минут екеуі үнсіз отырды. Индира теңізге қарап отырып өткен өмірін есіне түсірді. Ол сол жерден Абдулланың дауысын естігендей болды. «I don't want you to leave». Ол көзін жұмды. Сол сәтте арт жағынан бір адамның аяқ дыбысы естілді. Біреу келіп жақын жердегі орындыққа отырды. Индира мән бермеді. Мансұр да теңізге қарап отырды. Бірақ бірнеше секундтан кейін Индира әлде бір себеппен басын көтерді. Қарсысында отырған ер адамға көз түсті. Ол да дәл сол сәтте Индираға қарады. Екеуінің көздері түйісті. Индираның тынысы тарылып кеткендей болды. Уақыт тоқтап қалғандай. Ол ер адамға қарап тұрып, көзін тайдыра алмады. Қара шаш, таныс көзқарас, таныс жүз. 10 жыл бұрынғы сол адам. Абдулла. Индираның жүрегі қатты соқты. Ол бірден орнынан тұрды. Абдулла да орнынан қозғалды. Екеуі бірнеше секунд бір-біріне қарап тұрды. Абдулла Индираға сенер-сенбесін білмей тұрды. Индираның түрі өзгерген, бірақ
көздері сол. Ол көзқарасты Абдулла 10 жыл өтсе де ұмытпаған. Индира? Индира жауап бермеді. Ол Мансурдың қолынан ұстап, жүр балам. Мансур, мама не болды? Жүр дедім. Индира асығыс жүріп кетті. Абдулла орнында тұрып қалды. Бірнеше секундтан кейін артынан жүгірді. Индира! Индира жүрісін жылдамдатты. Индира, тоқта! Ол тоқтамады. Абдулла қуып жетуге тырысты. Индира, сенсің бе? Индира тоқтап қалды, бірақ артына қарамады. Мансур анасының қолын ұстап тұр. Абдулла жақындап келіп, бірнеше секунд үнсіз тұрды. It is you. Индира көзін төмен түсірді. Иә. Абдулла оның жүзіне қарап тұрып, "О май гад", деді. "Мен сені 10 жыл бойы." Ол сөзін аяқтай алмады. Индира, біз кетуіміз керек. Жоқ, күте тұр. Абдулла оның қолына қарады. Сосын Мансурға көзі түсті. Бала оған үнсіз қарап тұрды. Абдулла біртүрлі болып қалды. Баланың жүзіне ұзақ қарады. Мансурдың қара шашы, қасы, көзінің пішіні, бет әлпеті. Абдулла баланың өзіне ұқсайтынын бірден байқады. Ол Индираға қарады. Сосын қайтадан балаға қарады. Who is he? Индира үндемеді. Абдулла тағы сұрады. Индира, who is this boy? Индираның даусы дірілдеп шықты. My son. Абдулла бір сәтке қатып алды. Your son? Иә. Ол баладан көзін алмай, How old is he? Индира жауап бермеді. Абдулла Мансурға тікелей қарап, ағылшынша. How old are you? Мансур ештеңе түсінбегендей анасына қарады. Индира, жауап бер. Мансур ағылшынша. I'm 10. Абдулланың жүзі өзгеріп кетті. 10? Ол бұл сөзді ақырын қайталады. 10 years old. Индира үндемей тұрды. Абдулла баланың жүзіне қайта қарады. Мансур да оған қарап тұрды. Екеуінің көздері бір-біріне ұқсайтын. Абдулла баланың бойына да назар аударды. 10 жасар бала үшін бой ұзын. Ол қолын созып, What's your name? Мансур. Абдулланың қолы ауада қалып қойды. Мансур. Ол баланың атын бірнеше рет ішінен қайталағандай болды. Сосын Индираға қарады. Индира? Индира көзін төмен түсірді. Ол... Абдулла сөз таба алмай тұрды. Ол менің балам ба? Индираның көзіне жас келді. Ол бірден жауап бермеді. Абдулла бір қадам жақындады. Is he my son? Индира көз жасын сүртті. Иә. Абдулла артқа бір қадам шегінді. Ол Мансурға қарап тұрып, қолын бетіне апарды. 10 жыл. 10 жыл бойы ол Индираны ұмытпады. Бірақ оның балақы бар екенін білмеді. Ол Индираның жүкті болғанын білмеді. Оның баласы дүниеге келгенін білмеді. Енді алдында 10 жасар бала тұр. Өзінің жүзінен айнымайтын бала. Абдулла Индираға қарап, Why didn't you tell me? Индира көз жасымен. Мен сенің отбасын бар деп ойладым. What? Маған хабарлама келген. Қандай хабарлама? Балалар сені сағынып жүр деген. Абдулла аң-таң болып. Children? Индира басын изеді. Мен сенің әйелін, балаларын бар деп ойладым. Абдулла басын шайқады. No, Индира. Мен солай түсіндім. Ол менің қарындасым еді. Индира оған қарады. Не? Сол хабарламаны жазған менің қарындасым. Индираның көздері үлкейіп кетті. Абдулла Мансурға қарады. Бала бәрін түсінбесе де, екеуінің әңгімесіне қарап тұрды. Абдулла ақырын ғана. I never knew. Индираның ерні дірілдеді. Мен де білмедім. Абдулла Мансурға жақындады. Бала орнында қозғалмай тұрды. Абдулла оның жүзін көріп тұрып көзіндегі жасын жасыра алмады. You're my son. Мансур анасына қарады. Сосын Абдуллаға. Мама. Индира оның қолын қысып тұрды. Абдулла баланың көзінен көзін алмай. Мансур. Yes? Абдулла бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын баланың иығына қолын қойды. 10 жыл бойы білмеген баласын бірінші рет ұстап тұрды. Оның қолы дірілдеп кеткен. Индира екеуіне қарап тұрды. Ал Мансур болса, алдында тұрған бейтаныс адамға ұзақ қарап, сіз менің
әкемсіз бе? Деп сұрады. Мансур анасының қолын ұстап тұрды. Ол алдында тұрған ер адамға қайта-қайта қарап қояды. Бір нәрсе оған түсініксіз еді. Неге бұл бейтаныс адам өзіне сонша қарап тұр? Неге оның көзіне жас келді? Неге анасы үнсіз қалды? Абдулла да Мансурдан көзін алмай тұрды. Ол баланың әрбір қимылынан өзін көргендей болатын. Бір кезде Индира терең дем алып баласына қарады. Мансур, иә мама, саған мен бұрын толық шындықты айтқан жоқпын. Бала анасының жүзіне қарады. Қандай шындық? Индира біраз үнсіз тұрды. Сосын Абдуллаға қарады. Абдулла да оның не айтатынын күтіп тұрды. Мансур, мына кісі... Индираның дауысы дірілдеп кетті. Сенің әкең. Мансурдың көзі үлкейіп кетті. Ол Абдуллаға қарады. Сосын анасына. Шын ба? Индира басын изеді. Иә. Мансур бірнеше секунд ештеңе айта алмады. Абдулла көзіндегі жасын сүртіп. I'm your father. Мансур ағылшынша айтылған сөзді түсінді. Ол бір қадам жақындады. Сіз менің әкемсіз бе? Yes. Абдулла дауысын әрең шығарды. I'm your father, Мансур. Мансур оның жүзіне ұзақ қарады. Неге мені іздемедіңіз? Бұл сұрақ Абдулланың жүрегін ауыртты. Мен сенің бар екеніңді білмедім. Мама айтты. Абдулла Индираға қарады. Мен сені жүкті деп білмедім. Индираның көзіне жас келді. Мен сенің отбасың бар деп ойладым. Менің отбасым болған жоқ. Сол хабарламадан кейін мен солай түсіндім. Ол менің қарындасым еді. Мен білмедім. Екеуі бір-біріне қарап тұрды. 10 жыл бұрынғы түсініспеушілік бір ғана хабарламадан басталған еді. Сол бір хабарлама екі адамның өмірін 10 жылға бөліп жіберген. Абдулла Индирадан бәрін сұрады. Индира да 10 жыл бойы ішінде сақтап келген шындығын түгел айтты. Қазақстанға қайтқанын, жүктілігін білгенін, отбасының бастапқыда қатты қиналғанын, туыстарының ауыр сөздерін, жүктілігінің қиын өткенін, ауруханада жалғыз жатқан күндерін, Мансурды дүниеге әкелгенін, оны жалғыз өсіргенін. Абдулла үнсіз тыңдады. Кейде көзін төмен түсіріп отырды. Кейде Мансурға қарап қоятын. Сен маған неге хабарласпадың? Индира, сенің отбасың бар деп ойладым. Менің ешқандай әйелім болған жоқ. Мен білмедім. Мен де сен туралы ештеңе білмедім. Абдулла ауыр дем алды. Мен сені ұмытпадым. Индира оған қарады. Не? 10 жыл бойы ұмытпадым. Индираның көзінен жас ақты. Бірақ сен жоғалып кеттің. Мен сенің өміріңді бұзғым келмеді. Сен Қазақстанға қайтып кеттің. Мен бірнеше рет байланысуға тырыстым. Кейін сен мені қаламайды деп ойладым. Индира басын шайқады. Мен сені жек көрген жоқпын. Абдулла жымиып. Мен де сені жек көрген жоқпын. Екеуі біраз үнсіз отырды. Сол сәтте Мансур екеуінің ортасында отырған. Ол алғаш рет анасының көзқарасынан әкесіне деген сезімді көргендей болды. Келесі күні Абдулла Мансурды теңіз жағасына алып барды. Үшеуі ұзақ жүрді. Мансур әкесіне көп сұрақ қойды. Сіз қайда тұрасыз? Қазір осында тұрамын. Не жұмыс істейсіз? Өз кәсібім бар. Сіз бала кезіңізде қандай болдыңыз? Абдулла күліп. Сен сияқты көп сұрақ қоятынмын. Мансур да күліп жіберді. Индира екеуіне қарап келе жатты. Ол 10 жыл бұрын дәл осы теңіз жағасында жүргенде бір күні осылай үшеуі бірге жүретін елестете де алмаған. Бірнеше күннен кейін Абдулла. Мен Мансурды өз отбасыммен таныстырғым келеді. Индира біраз ойланып қалды. Қорқып тұрсың ба? Иә. Мен де. Абдулла оның қолын ұстап. Бірақ бұл оның отбасы. Индира басын изеді. Олар Абдулланың туған туыстарына баруға дайындалды. Мансур да толқып жүрді. Мама, олар мені қабылдай ма? Әрине. Олар менің әкемнің туыстары ғой. Иә. Мансур біраз ойланып. Онда менің тағы да туыстарым бар екен ғой. Индира күліп. Иә балам. Араб еліндегі Абдулланың туыстары Мансурды алғаш көргенде ұзақ үнсіз қалды. Олар баланың Абдуллаға қатты ұқсайтынын бірден байқады. Абдулланың анасы Мансурдың жүзіне қарап. Бұл Абдулланың бала кезіндей. Абдулла күлімсіреді. Иә.
Әйел Мансұрға жақындап. Come here, my son. Мансұр қысылып тұрды. Ол әжесіне жақындады. Әжесі оның маңдайынан сүйіп. Welcome. Мансұр да жымиып. Thank you. Индира осы көрініске қарап, көз жасын сүртіп тұрды. Осы жылдардың ішінде Мансұр өзінің әкесінің отбасын тек қиялында елестетіп келген.